Қар неге емес? Сен қарап кел деген мен ба? Қарды апатса, қайтып келіп орнап тұр. Түсіні ба? Сен басын істемейді, просто тұр. Біз Конституцияда оқимыз. Біле берсіңдер, Конституцияда бар керемет фонтан бар емес па? Бірақ ол тесіліп қалған шлангы ғой. Ол кірсіне. Бізде Конституцияда керемет 10 этаж ғимарат. Ол бірақ та ашылған жоқ қой. Ашылмады ғой. Ол кірсіне. Конституцияда сосын шланг бар ма? Тесіліп қалған соң фантазия толып тұрады да. Ол кірсіне. Біздің Конституцияның ауласы керемет гүл өспей ме? Гүлдай сен, гүлдай. Гүл бүкіл жерде өседі ғой. Ондай гүл бүкіл жерде өспейді. Закир. Ана 10 этаж бар ғой бізде, соны айтып кеттім, Ендеше достар, қарсы алыңыздар, сіздермен бірге Конституция құрамасы. Ола қорқытқан бұларда көктем кеттім. Әкесі мен баласының арасындағы әңгіме. Так, балам, бүгін мамаң жоқ, тамақ ішпейміз. Неге? Мамаң жоқ. Папа, мен жұмыртқа жеймін онда. Қандай жұмыртқа? Тауықтың жұмыртқасын. Қазір күте тұр, мен тауық қора қорып келемін. Так, балам, жедет тойып ал. Жұмыртқа. Әкел менікі. Кімсің сен? Әтешпін мен, әтеш. Қазақстан футбол құрамасы өмірінде бірінші рет гол соғу үстінде. Опа, пас қайда? Әкел. Гол. Қалай қонады, братан? Білмеймін. Братан, қалай қонады? Ура! Әлемдегі ең бай адам өзінің жұбайына сыйлықтар сыйлау үстінде. Жаным, мен саған сыйлық сыйлаймын. Саған қабыл ал, міне. Там, міне. Холодильник. Ұнамай ма? Ендеше жаным қабыл ал, мен саған кухня гарнитур сыйлаймын. Там, бар. Ұнамайды. Ендеше жаным қарсы ал, мен саған дейтін спальный гарнитур сыйлаймын. Там. Ұнамайды. Жаным, қарсы ал, мен саған роял сыйлаймын. Ол не? Рояль. Ұнамайды. Не ұнайды саған, не ұнайды? Маған Закир ұнайды. Көз алдарыңызда... Қойшы, Көз алдарыңызда сәлелесет көріңіздер. Гламурный ит. Привет. Анасы мен әкесі қонақтыққа кетіп, ал ағасы мен інісі үйде қалғанда не істейді екен? Әбекон, мына жаққа кірме. Әлемге белгілі КВН-шікті соттау үстінде. Сіз, Хамзин Закир, Қазақстан Республикасының 76 бабы бойынша 7 жылға соттанасыз. Сіздің соңғы сөзіңіз. Сөз соңына келетін болса, құрметті достар, керемет фестиваль. Керемет. Сіздермен бірге оған Конституция құрамасы. Ауылдан ауылға біздер барамыз. Көтерден. Биылғы жыл күтпеген жаттарға көп болды. Шыны керек. Сайлау өтті. Күтпеген жерде Нұр Отан ұтты. Ұтып кетті. Биыл чемпиондар назар аудар болды. Күтпеген жерде. Сіздермен бірге болған. Әрдайым сапалы білім. Конституция. Бәрекелді қымбатты достар, өте керемет тамаша ойын Конституция оқу орталығы, Конституция құрамасы. Жалпы қымбатты достар, шағын ғана мәлімет, Конституция құрамасы Алматы қаласында өтетін премьер лига ойындарында Оралдың намысын қорғайтын болады және
Орал қаласындағы жоғарғы лигада кәсіби оқу орталығының намысын қорғайтын болады. Шапалақтарыңыз. Одан ары әзілдер топтамасы жалғастырамыз. Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Шырақ КВН командасы. Сәлем Орал, қалайсыңдар? Бәріңіз келіпсіңдер ғой. Не, Денис қарамадыңдар ма? Мұнда тұр, мұнда кел деймін. Денис, мұнда кел деймін, Мелек, мұнда кел, мұнда кел деймін. Қайда, Денис, бүгін четверг. Мұнда кел деймін, мұнда кел деймін тұрмын. Түсінбеймін, мұнда кел. Қайда, четверг, бүгін бейсенбі. Бейсенбі болмайды. Сонымен қатар бүгін маусымашар емес пе? Сонымен Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің Шырақ КВН командасы өз ойын бастайды. Кеттік! Сонымен, бірінші көретін әзіздеріңіз сиырды өте сараң сауатын адам. Тамашалаймыз. Таня! Сық! Сық! Тыста жүр. Мынау өліп кетті. Не істейміз? Верана апарып төсеп қой. Сонымен, келесі әзіліміз топ аспардан шығып, бала алып отқан екі студент. Мен алтын балық, мен өлтірмеш, беше үш арманды орындайым. Мен алтын балық, мен өлтірмеш, беше үш арманды орындайым. Мен алтын балық, мен өлтірмеш, беше кезге арман орындайым. Жарымда алтын балық қой? Сонымен, сиыр сауы тақырына отырмаймыз, біз Нұрхан мысық сау үстінде. Тамашалаймыз. Бұның бәрі әзіл. Уақыт жоқ, әзіл көп, балық жоқ, единица бітті. Ойын соңына келетін болсақ, біз белгілі француздың айтқан сөзімен аяқтауымыз керек тұр. Pourquoi j'ai mis pour en écrire c'est mes raros, galmou khashika c'est mes go. Pardonne-moi ces caprices d'enfant. Pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Қайырлы кеш достар, сіздердің алдарыңызда Жаһанша Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледждің Бары мен Базар КВН командасы өз ойынып бастайды. Жаңа маусым, жаңа команда, жаңа стиль, жаңа форма. Біз де соған лайықпыз. Күлтақин, форма қайда? Бар форма. Қандай форма? Ерекше форма. Қандай форма? Нан формасы. Барлық командаларда ерекше жағдай. Көшеде болған жағдай, паркте болған жағдай, маршрутта болған жағдай. Ал біздерде ерекше жағдай. Аяқ киім, яғни кроссовка, кроссовканың ішіндегі нәски, нәскидің ішіндегі бес бәшбайдың әңгімесі. Жігіттер, кроссовканың ішінде дедім ғой. Ортаншы?
Осы біздің хозяинды әйелі басқаратын сияқты. Неге? Анан қарашы екінші бәшбай сорайып кетті ғой. Құрметті көрермендер, тамашалаңыздар. Агентте көп отыратын қыздың беташары. Татьяпа кел, Татьяпа кел. Ей, келіннің бетін ашайық! Сіздердің алдарыңызда Жаһанша Досмұхамбетов атындағы Барми Базар КВН командасы өз әзін аяқтайды. Келесі маусымдық ойынымыздың ары қарай жалғастырамыз. Я люблю КВН. Кеш жарық достар. Қалайсыңдар оралдықтар? Алдарында ойпырмай құрама командасы. Біздер бастаймыз. Қалайсыңдар? Залға түсіп бәріме амандасып кеткен дейсің. Выходты бұздың ғой, Айбек. Выход па мынау? Мынау выход па? Енді Папа, выход па? өзім істесем. Выход ән тұрғаны, жұрттар кіріп шығып жатыр, выход сол дейді. Қош, Айбек. Жарайды. Енді әңгімені жүргізейік. Бастайық. Енді құрметті көрермендер, сіздер ренжімеңіздер, залға түсіп амандаспады деп. Оған әрине уақыт жоқ. Одан да агентте көп отыратын жігіттің сөзімен амандаса алмаймыз. Жігіттер дұрыс па? Бұл жазған сөзімен. Всем привет. Бізде әзіл көп, бірақ уақыт жоқ деп біз өз әзілдерімізді бастаймыз. Сонымен тамашалаймыз гламурный қыздың домбыра тартуы. Тым дайындамам. Не мынау әбден нөмір келгенде ынтықтырып адамды. Түсір төмен. Түсір. Көтер аяғын. Түсір, ұста. Ұста. Не мынау? Нотасы дұрыс па мынаның? Дұрыс қой? Сол беш. Қайда барады мынау? Енді тұз алып көлдігі жоқса. Ноты бер демей саған. Түсінбей қалып отырмын. Қайсыз көріңіз? Келіп тұр апа. Алдын ана 8 наурызға өлеңді айтып жіберіңізші апа. Білем. Ал енді мен өзім қыздарға арналған 8 наурызға шығарған өзімізге арналған өлең қабыл алыңыздар. Тау басында бүлдіргенді кім түрген? Айналайық қыздар-ау, қадіріңді кім білген? Бәрекелді құрметті ағайындар, сөздің соңында біздің айтқымыз келгені. Тарихсыз болашақты елестете алмаймыз. Өткен күн елес, болашақ жұмбақ. Ал қазіргі сәт қымбат. Сіздермен бірге болған ойпырмай КВН құрама командасы. 2012 маусым ашары құтты болсын. Достар, білесіңдер ме? Біздің командағы Нұрбек бар ғой? Осы сен бар ғой да? Осы сен аузыңды алмайды бір абыл-ғыбыл сөйлей бересің, бір адам сөйлеп әр түрген. Мына бір-екі сөйлейін. Сонымен құрметті көрермендер. Бұл жақта тұрмыз ғой біздер деген. Брат, мен сен бір телевизорға риза болып қалдық біз деген. Молодец, мағаш, біз тұтап сен күні аяқ ұзаталым мен деген. Өте мықты аяқ екен, молодец. Сен кәдімгі риза болып қалдық біз деген. Еу, брат, мен алдыңда неміз жоқ. Мен тек халық шыққаннан кейін кілті мама әкеп тұрсын, мен вақтыда боламын, ема? Ренжіме, брат, давай жақсы. Не ол жігіттер, сендер шындық ойнап қойды дейді, бір-екі ауыз сөз айтып жіберем, брат, ренжіме, бір-екі ауыз. Шындық ойнап қойсаңдар сендер, сендер бір қимыл көрсетемін де, сендер соны тапсаңыздар бірде сразу өткізіп жіберем. Давай ма? Ал кет қара. Не ол? Мен білем. Не ол? Бақ. Атың өледі, қайда балық ол? Не ол? Кет, қайда балық? Не? Балық қой біткен. Мә балық, сақо қол деген. Егеменді ел тыныштығында біз бастаймыз. Жүні жұлынған тауықтың сөзі.
беседа ғой. Көреміз күн салқында қатып тұрған терезе алдындағы гүл. Не істеп жатсың, өзім төніп тұрсам? Жігіттер, мен сендерге осы жігіт, керемет жаңалығым бар. Не жігіттер, сен одан алмайды екен, күлін бассың сен. Көпірекке сурет кетейін. Брат, мен үйде бала-шаға шақырып отыр екен, бала-шаға бар дегендей. Мына не ғой, есіктің астына қойып, кілт сақ көтерсің астына, не ма? Давай, брат, жақсы, ренжіме. Давай, сөйлеу. Сөз соңында айтамыз, барлық командаларға сәттілік, және де назар аударуға ерекше сәттілік сіздермен болған Казиту. Сәлем достар! Сахнада күлсен күлдірем көйен командасы. Сонымен біздер бастаймыз. Құрметті көрермендер, бармысың бауырым бағдарламасы. Кет! Ассалаумалейкум. Сіз кім іздедіңіз ал? мал дәрігін іздеп жүр. Жақсы, енді жақсы көмектесерміз барымшы мына фотоға қарап. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Жатқаға, сіз кімді іздедіңіз? А? Сіз кімді іздедіңіз? Жоқ, аға, сіз мен түспетсің. Мен түсіптім, сіз кімді іздеп отырсыз мұнда? Кімді іздеп отырсыз? Қой, мен ешкімді іздеген жоқпын, может, араларында мені іздеген кісі болса, фотом делейін дегенім ғой. Сонымен құрметті көрермендер, қазіргі кезде жолдың бойында автомойкалар өте көп, иә? Енді көз алдымызда елестетіп көрейік, адам мойкасы болса, қалай болар еді? Кеттік. Уалейкум ағам, сіз қош келдіңіз. Мойка ғой да? Иә, адам мойкасы, аха. Көзіп панел шайып жүру керек. Жарайды. О, аға, подпилка жуатын болыпты ғой. Талғат. Сонымен, құрметті көрермендер, сөз соңында айтарымыз, бұрын ата-бабаларымыз қысқа дайындалатын еді, осы күні адамдар деген көктемге дайындалатын болыпты. Сонымен, құрметті көрермендер, көктемнен аман есен жүзіп өтейік! Сәлем Орал. Маусым ашар құтты болсын. Алдарыңызда нәзік жандар, біз бастаймыз. Қыздар, сендерге осы 8 наурызға жігіттерің не сыйлады? Маған сағат сыйлады. Ал маған сақина. Ал маған әдемі алқа сыйлады ғой. О, күшті ғой, қыздар. Бақыт, асаға не сыйлады? Ой, қыздар, сендер сұрамаңдар. Менің жігітім маған аспандағы айды, күнді, тіпті анау тұрған жұлдызды алып берді ғой, білесіңдер ма? Бақыт, бірден айтшы жігітіңнің ақшасы жоқ деп. Хан ордасында матриархат болса, хан ордасы қандай болады екен, көреміз. Дәтік тақсыр. Дәтігім болса, ай, дәу шапты. Не істейміз? Ет асайық. Қыздар, менің сүйікті жұлдызым кім екенін білесіңдер ме? Кім? Аманғали. Қыздар, ал менің сүйікті жұлдызым ол Ерболат. Әй, көпен, су алдым көпен. А менікі қанат, бірақ мылтық тісте білмейм, бақыт білет. Қыздар, ал менікі Тұрсынбек. Аха. Біз өз ойынымыздың соңын мынандай бір тамаша сөздермен аяқтағымыз келіп тұр. Оралдың жігіттері әрқашанда хит болсын. Қош келдіңіздер, құрметті көрермендер. Жігіттер, білесіңдер ме? Біздің арамызда бір ғана жан бар. Ол кім? Бір жан. Ал әзілдер келетін болсақ, бақтан бас айналып жүрген апамыз.
Мама, мен бақыттымын. Бақыттан төбем көкке жетпей жүр. Ал енді осы бір ай өткеннен соң. Қызым, сен осы бақыттысың ғой. Төбең көкке жетпей жүр ғой. Айтшы, қандай бақытың бар сенің? Мама, менің бақытты болғаным соншалық көзіме мынандай бірдеңелер шығып кетті. Біз енді осымен мәңгіге қоштаспаймыз. Сіздермен болған операция КВН командасы. Сәлем Астана. Сәкен қайда қаштара? Бұл Орал. Сендер үшін Орал, мен үшін Астана метең. Қайырлы кеш, достар. Алдарында Жаханша Досмұхамед атындағы педагог колледжінің Мизам Шуағы КВН командасы. Айттым ғой, Мизам Шуағы. Жаханша Досмұхамед атындағы педагог колледжінің Мизам Шуағы КВН командасы дегенше, алдарында педколледж біз бастаймыз. Жүргірсің жақсы болған. Қыздар шығып салмасын деп. Әзиз, темек тартасың ба? Жоқ, шекпеймін. Әзиз, біздің ауылда Қазақстан көрсетеді. Не аха, жатыр ұйықтаңдар, 8:30 ба әлде 8-ден 46 әлде 47. Шәрі, 10-11-лерде оятамын, мен газет сияқты қатал емеспін. Енді маусым ашардың уақыты тығыз болғандықтан біз деген сөзін соңын былай аяқтасақ. Саусақ бірікпей, инелікпейді демекші, сіздерге мұнымен айтпағымыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші ағайын қазақтар. Бір-бірімізді көтермесе, кім көтереді бізді? Кім көтереді? Мақалдарың күштіген, енді мені көтеріңдер. Қой деймін. Рахмет. Осымен біздің 1 минуттық жеке концертіміз бітті. Рахмет. Еуразия, болашақ, біз бастаймыз. Көктемнің ортасында қысты жана бастап жатқан оралдықтар. Ассалаумағалейкум. Қандай жан ұстаған барсыңдар, Нұрдан, менде қараш, дәппақ бар күшті бар ғой. Айтшы. Бақа, балпақ, басың неге жалпақ? Нағашына тартқан. Әскерден кеше ғана келген жігіт бүгін қызбен саябақта көреміз. Қалиев тұрған кездесуге дайын. Қойсей, еріңді шеше. Ай, кеттік. Көп балалы жанұяда болған жағдай көреміз. 12-ші, мен ғой 5-ші. 4-шіне көрдім, кроссовканы киіп кетті. Сөз сонда айтарыңыз кететініміз. Болашақ жастардың қолында. Ал біздің КВН командамыздың болашағы сіздердің қолдарыңызда. Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Смайли КВН командасы. Біз бастаймыз. Ең бірінші әзіліміз холодильник пен морозильниктің әңгімесі. Холодильник, осы сен білесің бе, арамы суып батқан сияқты ғой. Рас сенде морозильник. Әртістердің отбасы. Шеше, бала қайда? Кеші көрдім. Бала, қайда бала? Тың-тың. Келді бала. Балам. Келдің мен. Қайда жүрсің сен? Көш жақта балдардың әңгімесі болып жүрген. Не істеп жүрсің онда? Балдармен жүрмін ғой. Балдармен. Балам осы сен маған айтшы, қайда оқыватсың? Әкем ЗКТУ-да оқыватыр. ЗКТУ-да. Қандай мамандықта? Құрылыста. Құрылыста дейді. Ал сен мына әкең, мен қандай мамандық оқыдым, қандай мамандықта істеп жатырмын, айтшы. Әртістік бітіріп, әртістік жұмыс істеп жатырсыз. Ал сенің шешең қандай мамандықта бітіріп, қандай мамандықта істеп жатыр? Әртістік бітіріп, әртістік жұмыс істеп жатыр. Онда сен қатысы жоқ құрылыста не істеп жүрсің? Әке! Театрға қатысым жоқ. Ойна алмаймын. Ойнап тұрсың, ойна бер, шеш осылай. Сіздермен болған Смайли КВН командасы. Рахмет. Ассалаумағалейкум қайын жұртым, ауылдан әкелдім сізге қайын құртым. Кеш жағы Орал, сіздердің алдарыңызда Ачисау колледжінің Жасынор КВН командасы.
Қыздар, сіздер өтіп кеткен 8 наурыз мерекемізбен құттықтаймыз. Айтпақшы, Нико, сен 8 наурыз демекші өзің қызына не сыйладың? Мен Арман өзім қызыма бар ғой. 101 роза гүлін сыйладым ғой. Молодец. Сен не сыйладың? Мен ремен сыйладым. Не? Ремен. Оны не сыйлаушын? Менің қызымен толық білесің ғой енді. Оны білем. Беліне буып тұрдым да, алдымен артымен 8 мартымен дедім ғой. Біз қазақ халқы салыстырған жақсы көретін халықпыз. Сонымен салыстырып көрейік. 20 ғасыр мен 21 ғасырдың махаббаты. Ең алдымен 20 ғасырдың махаббаты. Жалпы енді келіп қалдық. Оны мен ем. Мынау ма? Иә. Енді қалай? Демейсің ба? Жоқ, маған үйге кету керек. Сонда Кеш болып қалды. демейсің ба не? Жоқ, тәртен қой кезейік, ет ұйықтау керек қой. Жарайды, пока. Пока. Жан. Екеуміз сумкамызды ауыстырыппыз ма? Енді демейсің ба не? Жоқ, бару керек. Жарайды. Ал енді көреміз 21 ғасырдың махаббаты. Атың неме? Айгүл, Арман. Алдарыңызда болған жасылар КВН командасы Атисо. Қайырлы кеш, құрметті достар. Ойлап тұрған боларсыздар, неге мыналар өздерінше кәдімгі андай қызыл форма анау киіп келді деп. Біздер осыған дейін дүкенде болғанбыз. Зейінше көреміз дүкенде болған жағдай. Так, саламатсыздар балалар, не аласыңдар? Міне мынау қаншада, міне мына шалбар қанша? Көкелерің тұра тұрыңдар, аяқтарымен теппеңдер, бүлдіресіңдер ғана киімді. Ой, апай, өзіңіз ғой жазып қойған руками не трогать деп. Шабақтар. Құрметті достар, вертолеттің ішінде жүрген кондуктор көреміз. Прайс төлейміз. Жігіттер, прайс. Кешіріңіз, прайс мүлдік бар қолы ма? Сәке, тоқта, мынан прайс жоқ, түсіп кетейік. Алғаш рет вечер жасап жатқан бірінші курс студенттері. Бірінші ет береміз ба, манты береміз ба? Қайсын береміз, соны білмей қалып тұрмын. Йоу! Құрметті достар, көреміз, бір қол жоқ бегемоттың баскетбол ойнауы. Маған бас бермеңдер! 15 жыл фотограф болып істеп қалған ағамыз снайпер болып жұмысқа кіріп кетті, көреміз. Аға, мұна мен қызымның фотосы, ән тұр қызым, осыны атпасаң жақсы ма? Жақсы. Жақсы? Кешіріңіздер, кішкене бір жасып тұрыңдаршы, бір кішкене. Жоқ, кішкене құшақтасып бір андай бір жақсы көріп махаббат деген сияқты. Аяқтарыңды, керемет. Енді маған қараңдар, күліңдер. Құрметті достар, қысқа да нұсқа, жаңа күш КВН командасы. Кездесеміз ғой. Бәрекелді қымбатты достар, сіздермен болған әзілдер топтамасы жалпы барша командаларға қошемет тұрып қойсаңыздар. Қымбатты достар, жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі маусым ашардың бас демеушісі Аснұр студиясына алғысымызды білдіреміз. Және де тағы да ескерілетін жағдай, 11 наурызда болған Аснұр студиясы ұйымдастыруымен танылмаған талант жобасына ұсыныстар әлі де қабылдануда. Кеш қалмаңыздар. Одан әрі маусым ашарда жалғастыратын Бөкей Орда ауданы Саралжың ауылынан келген Орда КВН командасы.
әзілмен борандатар сіздермен бөкей орда жәнібек жаңа қала қазталып қалың қардар әзілмен борандатар сіздермен бөкей орда. Құмда өсіп, капустен ярдан әсер алған команда! Да, жақсымыз. Өздеріңіз қалайсыздар? Аманбыз. Иә, біздер де аман болайық, сіздер де аман болыңыздар. Анарбек, кім звондаған? Семейліктер ғой! Жалпы біздер семейліктермен жиі хабарласып тұрамыз, жағдайымызды сұрап. Құрметті достар, сіздердің алдарыңызда таңертең Динамен Құрманғазының күйіне оянатын көкйордақтар. Біз бастаймыз. Шытырман оқиғалы фильмнен үзінді. Мақтаңыз ертегісі мақтағыздың көршілерінің әңгімесі. Ана көрші қыз ауырат анағыз. Анағыз ауырат. Жануарлармен сөйлесе ме бірдеме анағыз. Мысық қарату керек анағыз. Мерзімінен бұрын бітіп қалған құрылыс. Дос, бітіспедік да. Қалай бітіп түсінген жоқпын бар ғой. Бізге 14 еді, біз 12-сі бітіппедік. Вот құрылыс бар ғой, малис бар ғой, балалар. Осыны бағаласау. Бағаласа. Мәке. Ұла құрылысты сал сендір ме? Иә, біздер салған. Бітті ғой бәрі. Аға, бітті міне. Тексеруге келіп атырған. Иә, мәке. Қайда? Міне. Лифт қайда? Міне. Бәрі жақсы болса кетті. Күшті бат, қысылма. Жігіттер, мұнда құрылыс жүріп жатыр ма еді? Иә. Біздер 2 лифтта келгенбіз, соны қайда қоюға болады? Мәке. Өмірде түрлі қызық бар. Таэквондошы сиыр. Қуасың ба, мал түйіп болмайды ғой. Ауылға жаңадан келген участковый. Участковый сатып алды дейім. Қалайсың? Ассалаумалейкум аға. Сен ба, мой участковый? Иә, 3 күн болды, бір жанағалар Ана үйрен. бәкеңнің үйінде? Иә. Пышкен ішейік алды. Жоқ, аға, ішпеймін мен. Ішпеймін аға. Сыйламайсың ба не? Сыйлайым. Очи, кім? Таныс қой. Кім? Кім деймін? Таныс қой деймін. Участковый. Аула кім Баянғалиев. Кел, очиш. Кел деймін отыр. Сыйламайсың ба не? Кел. Алдайма, ұста. Аға, мынау кім? Бұрын участковый ғой. Өйкелді аяқпайма. Ауылдық электростанцияда болған ұрыс керіс. Ана мен сендерді мынау сәт тал түсте свет өшіп қалды, не масқарамын? Аға, істейміз аға, өзім Не масқарамын? Аға, өзіміз енді. Әкел телефон, жоғардағыларға Аға, звондаймын. керек емес, істейміз аға. Жоғардағыларға звондаймын, Аға, әкел. керек емес. Әкел, телефонды әкел, жоғардағыларға звондаймын. Алло, ана жоғары